Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен наурыз көже пісіретін боламыз. Наурыз көже наурыз айында пісірілетін ең басты тағам деп айтсақ болады. Наурыз көже 7-ден астам заттан тұрады. Наурыз көжені басқаша тілеу көже деп атайды. Себебі наурыз көже жыл басы болғандықтан наурыз көжені пісірген уақытта әртүрлі жақсы тілектер тіленеді. Наурыз көжені ыдысқа толтырып құйып ұсынады. Сонда ішкен адам жыл бойы тоқ жүреді деген наным бар. Үйде бірге келмеген нәресте болса, оның аузына да аздап наурыз көжеден таттырып қояды. Сонда нәресте 1 жасқа толды деп, оған да жақсы тілектер айтылады. Наурыз көже үшін соғымның, жылқының етін қолданған дұрыс. Етті қазанға салып, оған су құйып, және татымына қарай тұз қосып, оның бетін жауып қайнатамыз. Қайнаған еттің көбігін алып, оның бетін жауып, тағы да баяу отта 1 сағат көлемінде пісіреміз. Мен наурыз көже үшін ет, арпа, үгітілген арпа, бидай, үгітілген жүгері, картоп, құрт, айран және чалап қолдандым. Негізінен наурыз көжеге әртүрлі дәнді дақылдарды қолдансаңыздар болады, бірақ бидай мен перловканы міндетті түрде қолданған жөн деп ойлаймын. Және құрттың орнына қатықты қолдансаңыздар болады. Құртты қолданған жағдайда 1 күн бұрын міндетті түрде суға салып қоямыз. Ет 1 сағаттай қайнап болған соң оған перловканы саламыз, артынан бидайды саламыз. Өйткені перловка мен бидай өте ұзақ піседі, шамамен 2 сағат көлемін алады. Перловка мен бидай 1 сағат көлемде піскеннен соң, оның үстіне үгітілген жүгеріні және үгітілген арпаны, яғни ячменді қосамыз. Қазанның отын баяулатып, тағы да 1 сағат көлемінде пісіреміз. Арасында араластырып отыруды ұмытпаймыз, себебі дәнді дақылдар қазанның астына жабысып қалмауы тиіс. Дәнді дақылдар жарты сағат көлемінде піскеннен соң картопты ұсақтап 4 бұрышты етіп турап, оны қазанға саламыз. Суда тұрған құртты езіп аламыз, оған чалапты және айранды қосып араластырамыз. Мен айранды азырақ мөлшерде, ал қатық пен чалапты көбірек мөлшерде қосамын. Сонда көжемен араластырған уақытта қышқыл әдемі дәм береді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер құрттың түйіршіктері қалған болса, ол ештеңе етпейді. Ол көжеге қосқан уақытта бүлінбей кетеді. Дайын болған көженің етін алып, оны майдалап турап, қайтадан көжеге салып, жақсылап араластырамыз. Осылайша сорпаға піскен көже өте дәмді болып шығады. Менің отбасым наурыз көжені жақсы көреді. Сондықтан мен наурыз көжені тек қана наурызда ғана емес, жыл бойы жасап шығамын. Көже аздап суығаннан соң, оны осы дайындап алған қатықпен араластырамыз. Осымен өте дәмді көжеміз дайын. Сіздер де осы рецепті пайдаланып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келе жатқан наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, және әлемде тек қана бейбітшілік болсын. Ал мен сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің рецептімен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.